Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай ауыздайды еритін өте дәмді тары қосылған сметанник жасадым. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кет. Алдымен ұнымызға салқын сары майымызды салып, екеуін біріктіріп аламыз. Одан кейін үстіне қантымызды, бір жұмыртқамызды, бір ас қасық сметанамен қопсытқышты салып аламыз. Барлығын жақсылап біріктіріп алып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. 500 грамм қаймағымызға қантымыз салып, жұмыртқамызды салып, кукурузный крахмалымызды салып аламыз. Одан кейін тарымызды саламыз. Мен де тарыны ыстық сүтке алдын ала жібітіп алдым. Формамызды алдын ала дайындап аламыз. Жаңағы қамырымызды тегістеп жасап аламыз. Шеттерінде осылай тегістеп аламыз. Одан кейін жаңа салмамызды құйып, 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Тары сметаннигіміз дайын. Формасынан осылай толықтай суытып барып аламыз.